Армысыздар канал тыңдармандары, каналға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңа әңгіме қыз Бәтіш пен Ерсейіт. Япырай, тағдыр шіркіннің пенде баласына деген мысқалдай бір мейірімі болсайшы. Қара басың қанша әулие болса да, төтеден келіккен бәлеге қылар лажың бар ма? Мына отырған Қожабек өз күнінде кімнен кемеді? Досы түгіл қасы да кісілігін аттап кете алмайтын. Белі бүгілмесе ақ, басы иілмесе ақ деген қу тірліктен бір мойын биік азамат емес пе? Кәрі қойдың жасындай жасы қалғанда жалғыз ұлдан айырылып, қираған бәйтеректей отырған отырысы мынау ғой. Бейшара, Құдай аясын. Киіз үй ішінде қазаға көңіл айта жиналған қалың жұрттың осыдан басқа ойларға ойы болмай, Қожабектің жалғыз ұлын өз қолдарынан өлтіріп алғаннан бетер, бастары салбырап жер шұқып отыр. Жұбатарға сөз жоқ. Қу тілмен кісі тірілткен небір бетсіз шешендер тілдері байланып қара бет болып үнсіз қалған. Тек Есеней қарт, я Алла деп беймәлім сыйынып алды да есікке қарап отырып, сабыр ет Қожеке, жаратқанның ықтиярына не шара? Құдай бала бермесе қайтер едің? Өзі берген жанды өзі алды. Бір керегі болған шығар деген болды. Әйтеуір бірдеңе деу керек болған соң айтты. Әйтпесе Қожабек түгіл өзінің де көңілге ешбір сенім тудыра алмады. Қожабек бір қолмен жер тіреп, қиықша көрпешенің үстінде әрең отыр. Әжім жүзінде енді қайтып қуанбастай, енді қайтып күлместей, айықпас уайымның табы бар. Әлдекім артына жастық қойды. Қожабек жастыққа белін тіреп, басын көтергенде, бір тамшы жас қалмай суалып біткен жанарынан қу тіршіліктен енді ештеңе қалмайтынын, өзі тіпті мына дүниенің адамы деп санамайтын бір түңіліс байқалды. Көзінің асты күйдіргі шыққандай күлтілдеп, талаурап тұр. Төр жақтан әлдекім, жігіттің төресі еді-ау, не керек? Жасағанның назары жақсыға, я жалғызға түсерін қайтерсің деп, Алла тағаланың дәл осысіне өзінің риза емесін білдіріп кейі сөйледі. Құдайға да жақсы керек деп дәлелдеді тағы біреуі. Қожабек қиналып жерге қарады. Баласының бойындағы жақсылықты еске алудың тап қазір пайда бермесін, қайта қимастықты күшейтіп, қайғыны ауырлата түсерін бәрі де біліп отыр. Қайырлы болсыннан басқа тілге тек қалардым жоқ. Шынында да Алланың жақсына кететін деген рас шығар. Осы бала институтқа түскеннен ел шулат. Қожабектің баласы Дулат оқуға алғыр екен, мұғалімдердің өздері қаймығатын көрінеді деуші еді. Айтса айтқанда институтты айрықша дипломмен бітіріп келді. Бір жыл өтісімен аудандық басшы қызметіне көтерілді. Жуықта облысқа кететін көрінеді деген сыбыс тараған. Әйтеуір барып жүздескендердің бәрі тек болғалы тұрған бала екен. Тірі болсын деп тіл ауыздарын тасқа сілтеп, тіфәліп қайтатын. Ел жұртқа жастайынан аты шыққан сол болады. Енді үйленгелі жатқанда аяқ астынан қайтыс болып кетті. Артта тұяқ қалмады. Бір әулеттің тұқымын бір өзімен бір жола тоқтатты да кете барды. Осы бір тұқымның тоқтап қалуы жазықсыз жасалған қиянаттай, әлде жаңылысқан я түсінбестіктен болған отырған нәрседей бүкіл жұрттың ақыл ойын байлап отыр. Төрге таман отырған мұртты қара Қожабектің қазіргі халін тілдесуге жарамайды деп шешкендей қызмет қылып жүрген жігітке қарап, Көктасқа заказ беріп педіңдер, Ауданбек деді. Көктас туралы сөздің шығу жұртты әлде бір ыңғайсыздықтан құтқарғандай болды. Көктасқа заказ берілген деді Ауданбек. Алматыдағы Тышқанбайға жібергенбіз телеграммамен ақшаны, бірақ облыс орталығына машинамен барып әкелу қажет екен. Жарты тоннадан ауыр дейме, бірнеше адам бармаса жалғыз жарым түк істей алмайтын шығар. Бірте-бірте әңгіме жүре бастады. Қожекеңнің көңіліне бір тетік бола ма деген үмітпен жұрт енді Тышқанбайдың үлкен адамгершілігін, марқұм әкесінің де ақ көңіл жақсы адам болғанын, ал енді жарты тонна дегеннің әжептәуір салмақ екенін, қалайда мәңгілік ескерткіш болатынын айтып, әлі келмей жатқан құлыптасты жер көкке түсірмей, мақтап бір сыпыра серпіліп қалды. Оны арнайы кранмен көтермесе қанша адам болсаң да сенің көтергеніңе болмайды деп қиындатты алғашқы мұртты қара. Бірақ сөзінің аяғында көрші ауданның бірінде осындай құлыптасты әлдекімдердің ұрлап кеткенін, одан бері әрбір жерде қолдан қол жасаймыз деп, зираттарды су алып сүйектердің суға қалып шыққанын айтып, айдалаға лағып кетті. Кесегін бітірдік, енді ертең үйіне кірсеміз деді Ауданбек. Мұртты қара өзінің артық сөйлеп қойғанын сезіп, жағдайдың түзеп алу үшін жаңа сұраққа көшті. Кесекті совхоз берді ме? Жоқ, өзіміз құйдық. Ол дұрыс. Тегінде сатып алған сауап болмайды дейді ғой. Ол рас деп құптады отырғандар.
мұртты қара айыбынан ақталып шығып, алғашқы абыройын қайтып алғандай көтеріңкілеп отырып баяғыда бір патшаның әкесіне тамды құлдарына салдырғанын, бірақ о дүниеде әкесінің тамы мойнына қарыз боп мінгенін, біреудің қолымен салынған топырақ салдыға есептелмейтінін айтты. Бірақ тағы да Сағидолла деген біреудің әкесінің тамына құйған бүкіл кесегін араққа сатып жібергенін айтып, елді қайта шошытты. Есеней қарт мына әңгімеден қатты қысылып қипақтап, әйтеуір жұрт назарын басқа бірдеңеге аудару үшін, мынау қай бала дей салды сол жағындағы өзі танымай отырған көзілдірікті жігітке қарап. Жараспай, деді есік жақтан біреу. Болаттың бірге оқыған жолдасы ғой, сонау Қызылордадан келді. Бір жол атамын салысып кетем деп жатыр. Айналайын-ай, деді Есеней риза болып. Бірге оқыған достар ғой, қайтсын-ай, кісі болатын бала екенсің қарағым, ғұмырлы бол. Шай келді. Тым-тырс отырып, екі кесеге ішкеннен кейін бәрі келісіп қойғандай бір-бірлеп кеселерін төңкерді. Дастархан шеті бүгілген сәтте Құран оқылатынын сезген жұрт жапырлап бас киімдерін іздестіре бастады. Есеней қарт жалаңбас отырған жастар жағына ұнатпай бір қарады да Құран оқуға кірісті. Қол жайылды, дастархан жиылды. Енді төрде отырғандар бір-біріне алма-кезек қарап, қайтпаймыз ба дегендей көздерімен білдірді. Ал Қожабек, деді Есеней, іргедегі қамшысын алдына қойып, жер аяғы шалғай, жеткеніміз осы болды. Тудырған сен де, бала халықтық еді. Жыламаған адам жоқ. Оның орнына біздің кететін жөніміз бар ғой. Бірақ Алланың ісіне не шара? Құдай басқа салды, көндік дейміз. Баяғыда дәрмен жаным қайтқанда бүкіл ел боп, аяғынан тік тұрып аттандырып, сонда япырау, күнде болмашқа жүз шайысып, бірде арыз, бірде тату боп жүрген осы бір жаман ағайын болмаса, қайтып жер басып күн көреміз деп ойлап едім. Ағайын ортаны медет қыл, басқа не айтайын? Есеней үнсіз қалып орамалмен көзін сүртті, бешпентінің түймесін салды. Сосын қамшысын тағы бір қозғап қойып, біз енді қозғаламыз, деді, нық дауыспен. Малға адам қалмап еді, тіпті бар ғой, ешқайда бұрыла алмайсың. Ал енді бір Құдайға тапсырдық, рұқсат ет Қожеке. Қожабек бірдеңе деп аузын жыбырлатқан болды, бірақ не деген ешкім естіген жоқ. Жұрт орындарынан тұрып бір-бірлеп шыға бастады. Қожабек жалғыз қалғаннан кейін де төмен қарап ұзақ отырды. Баласының өліміне тағдырдың жазуы деп лажсыз көнсе де, көңіл түкпірінде өмірден осы күйімше қу бас өткенім бе деген ой пайда болғанда, үрей дауыл аяқ қолын жерге тигізбей, жүрегі қысылды. Аллау, Аллау дей берді тынысы тарылып. Кісіге жасаған бір түйір қиянатым жоқ қой. Не жазығым бар? Жасаған-ау, не жазығым? Айналуға келмейтін аядай шыңның төбесінде қалт-құлт етіп құлағалы тұрғандай. Табан тірер бұдыр жоқ, бәрі тайғанақ. Қожабек шың құлап кетпейін дегендей, қолмен жер тіреп жылжып, төсегіне қисайды. Осы бір қиямет қайым болған аласапыран оқиғаны бір жерінен қате кеткендей басынан бастап қайта еске алды. Баласының оқу бітіріп келгені, ұлан-асыр той жасағаны кеше ғана секілдеді. Кезінде атқа мінген аздаған сауаты бар, көзі ашық Қожекең баласын ырым-жырыммен үйлендірем деп қопаңдаған жоқ. Сол жақтан өзіне тең біреуді алар екен деп ойлаған, олай болмады. Сөйтсе де баланы қыстамады, ақылы бар бала ғой, бір ойлағаны бар шығар деген. Одан жоғарылап қызметі өсті. Ауданда да облыста да жиналыс болса, Болатты мақтады, газетке де шықты. Әне бір секретар жігіт, япырай, тілмен көздеген рас бекен. Қожабеков біздің мақтанышымыз, өте іскер білімді, өзінің адамгершілігімен, инабаттылығымен, рухани тазалығымен жұртқа үлгі бола алады деп тақылдап еді. Сонда Қожекең іскерлігі мен білімді екенін білсін. Анда-санда жұмыс бабында болмаса, басқа уақытта олармен араласпайтын Болаттың кісілігін қайдан біле қойды екен? Әлде іскерлігін деп, кісілігі деп бағалай мекен деп ойлаған. Бәрін де қойшы. Қожекеңнің көкейін тесіп жүрген нәрсе баласының үйленуі еді. Ақыр оған да қолы жеткендей болып, той жабдығы басталды. Бірақ қу тағдыр үлгертпеді. Төтеден бір дауасы кесел жабысты. Бас аяғы бір ағай. Ауруханадан үйге қайта келгенде Қожекең бір сұмдықты сезген. Бала тілге келмеді. Мына тіршіліктен бөлек өзге бір арманына жете алмағандай, немесе әлде бірдеңеге өкінгендей, басын әлсіз шайқай берді. Сөйтіп жатып бір жолата аттанып кетті. Қожекең әлсін талумен болды. Қабір басында ғана бір шама есін жиды.
Әлдекім қолтығынан демеп тұр. Біреулер сабыр ет деп жұбататын секілді. Не қылған сабыр, Құдай-ау, қайдағы сабыр? Неге керек? Жұрт бұрқылдап топырақ сала бастағанда, олын тірідей көміп жатқандай жан даусы шықты. Қожеке, өз қолыңызбен топырақ салыңыз дейді біреу. Қожекең жерден бір уыс топырақ алып, қабірге тастай берді де, тізерлеп отыра кетті. Аудан басшыларының бірі болу керек. Бұйра шашты жас жігіт сөз сөйледі. Абзал дос дейді, азамат дейді. Іскерлігің, білімділігің демей-ау, өмірің баршамызға үлгі демей-ау, мақтап жатыр. О, пендешілік, қу жаны қайғыдан қусап, біткелі тұрса да менен туған бала жаман болмаған екен ғой деген бір болмашы арсыз мақтаныш көңіл түкпірінде бойдағы баланың қимылдағанындай әрегідік бір бүлкетіп қалады. Ағайын ел топырлап келіп көңіл айтуда. Өлікті жөнелту салтанатынан бірдеңе түссе, ауданы бар, туған туысы бар, жандарын салып ақ жатыр. Жетісі берілді, кесегі қойылды. Ертеңнен бастап тамын салуға кіріспек. Енді қу уайымнан ештеңе өнбесі, өліктен адамның суитыны, тағдырдың құрығанын, пенденің қашып құтылмайтынын, өйткені пенденің өз әу баста осылай құрақ салу үшін жаратылғаны бәрі түсінікті ақ секілді. Бірақ Қожекеңнің көңілі бекімеді. Әттеген-ай деді даусын шығара күбірлеп. Әттеген-ай. Қожекең көзін ашып алды. Үй іші қап-қараңғы, тып-тыныш. Елдің жатып қалғаны ма? Жүрегі шаншығандай болды. Оң бүйіріне аунап түсті. Кемпірі күрсініп қояды. Әлі ұйықтамаған секілді. Шалының өз халі әлде қалай боп бара жатқанын көрген соң байқұс ширығып кетті. Жұрттың бәрі кемпірі мықты екен, берік екен деп қояды. Қайбір жетіскеннен мықты болып жүр. Түннің бір уағына дейін Қожекеңнің көзі ілінбеді. Дүниенің алдамшылығы, өткіншілігі, жайшылықта сан айтылып жүрген сөз болса да, тап қазіргідей ап-айқын түсінікті болып көрген емес. Жұртқа айтып жүрген өз ақылына, өзінің қалай байыбына жетіп түсінбей келгеніне таң қалды. Құдай-ау, кеше ғана емес пе екен? Қожекеңнің тағы да жүрегі шаншыды. Кеше ғана емес пе? Елмен бірдей тіршілік қызығын тең болысып жүргені. Енді қазір тобынан бөлінген ақсақ қойдай өз уайымнан арыла алмай жатқан жатсы мынау. Шынында да адамның барар сапары ұлы дүрмекке араласып, қайтарында жалғыз қайтатын секілді, орта жастан әрі асып, қайтар сапар басталғанда ғұмырының шығар есігіне жалғыз ораларын айнытпас ақиқаттай. Жұбанарың ұрпақ болса, Қожекеңнің жүрегі үшінші рет шаншытты. Олының қабірі қазылып болғанда, Қожекеңнің жоқ болмаған қазылған, босатыңдар деп қабірге тап бергенде осыдан басқа не күйігі бар? Ой ұшына жете алмай ұзақ жатқан Қожекең таң алдында көз шырымын алды, бірақ көп ұйықтай алмады. Күн шыға орнынан тұрып киініп сыртқа шықты. Кәнігі көліктей аяқ шіркін өзінен өзі зират жаққа бастай берді. Қожекең ауыл сыртындағы қорымға қалай келгенін білмей қалды. Шөп басқан қос емшек моланың тұсына келгенде кідіріп көз тоқтатты. Жарықтық, қыз бәтіш пен Ерсейіттің моласы ғой. Олар жайлы аңыз осы төңірекке кең тараған. Қозы көрпеш баяндай бір молада өлген ғашықтар екен. Жұмба жарықтық жырын келістіріп айтушы еді. Тыңдаған адамның бәрін жылататын. Қожекең баласының зиратына келгенде жараспайлар тамның алғашқы кесектерін қалап үлгерген екен. Бұл жолы көңілі бұрынғыдай босаған жоқ. Жатқан жерің жайлы болсын жарығым деді. Пешпентін шешіп жатып, содан түс ауғанша дем алмастан өз қолмен кірпіш қалады. Елмен бірге лайдың кірпіштің сапасын 20 қатардан барып, күмбез көтеру керегін еш жерден құлақ шығармай-ақ киіз үйше көмкергенің дұрыс екен деп тағы басқалардың әңгіме қылды. 5 шамасында жұрт дем алуға отырғанда Қожекең Жарасбайды жанына шақырып алды. Балам-ау, осы сенің уақытыңды текке алып жүрген жоқпыз ба? Уақытың бітсе қысылма. Сенің осы келісіңе де мен ризамын. Уақытым бар аға деді Жарасбай шылымını тұтатып жатып. Қысылып жүргем жоқ. Бітіріп бір жолата қайтамын. Қожекең төмен қарап үндемей қалды. Тым бекерге налый бермеңіз аға деді Жарасбай, жерге шынтақтай беріп. Түнмен ұйықтамай шықтыңыз. Сабыр етсеңізші. Қарғам-ау. Қожекең көзі жасаурап тамға қарады. Қарғам-ау, жұбатқаның дұрыс қой. Дүниеден өтпейтін пенде бар ма? Бірақ Болатжанның артында алданыш қалар бала, қалса мен бүйтіп қажымасем ғой. Аяқ астынан арманда кетті. Тұяқ қалса Құдай-ау, көз соқыр, құлағы саңырау, бір боқ мұрын қалса мен бүйтіп шаршамасем ғой. Кенет әлде несі есіне түскендей
Жараспай басын көтеріп алды да, аға деді, мен сізге бір қызық айтайын. Болаттан бала бар. Қожекең селк ете қалды. Тек не дейді деді оқыс бұрылып. Болаттан бала бар деді Жараспай қайталап. Оны маған өзі айтқан. Иә, университетте оқып жүрген кезімізде әйтеуір атын ұмыттым. Сәуле ме Гүлсім бе, біреуден балам бар деген. Қожекеңе мына сөз баласын тірілтіп келгеннен кем әсер еткен жоқ. Көзіне келген жасты көрсеткісі келмей төмен қарап, орамалын алып сіңбіре берді. Иә деді содан кейін кемсеңдеп. Ол өзі қаланың қызы болатын. Алматыда болуға тиісті. Апырау, оны табуға бола ма өзі? Неге болмасын? Иә деді тағы да аузына басқа сөз түспей. Алматыдан бізбен оқыған жігіттер бар. Солар арқылы табуға болады. Тоқтас шырағым деді Қожекең, Жараспайдың иығына қолын тигізіп. Апырай, қарағым-ай, апырай, кішкене сабыр қылшы. Қожекең өзіне өзі келе алмай біраз отырды. Иә деді әлденен соң. Иә деді әлденеден соң, сұрап тұрғанын өзі де түсінбей. Алматыда бірге оқыған жігіттер бар деді Жараспай сөзін қайталап. Сонда өзі баланың қалғаны анық па деді Қожекең сенбегендей Жараспайға тура қарап. Баланың бары анық. Иә, өз басым ол қыздың қайда істейтінін білмеймін. Асылбек деген жолдасымыз сонда институтта қалған. Ол бәрін де біледі. Иә, соған бару керек. Мен адресін берейін. Иә, сөйтші қарағым. Үйге барған соң ұмытпай берші. Бұдан кейін Қожекеңнің жұмысқа берекесі болмады. Ертеңде күн бар ғой деп, елді асықтырып күн батпай таратып жіберді. Үйге жетісімен брезентті күн көзінен ағарып кеткен жем-жем әскери сөмкесін ашып, ішінен торкөз дәптер алды. Мынаған әлгі адресіңді жаз шығарғам деді Жараспайға. Жараспай қалтасынан қаламын алып, үлкен әріптермен баттитып, адресті жазып шықты. Қожекең адресті алып, бұрын бір көрген жеріндей ойланып ұзақ тұрды. Тауып бара аласыз ба? Табатын шығармын деді Қожекең әлде адреске шұқшиған күйі. Тышқанбай бар. Соған берсем болды емес пе? Әрине қаланың адам болса түк қиындығы жоқ. Қожекең жүрегі лүпілдеп, кешкі шайды да жөнді іше алмады. Жатарда дәптерін алып тағы да адреске шұқшиды. Бадана да етіп жазылған осы бір жазу өне бойын жалатып барады. Осы адреске жетсе болды, алдынан бейтаныс кішкентай немересі аталап қарсы шығатындай көрінеді. Бірақ Қожекеңнің бұл сырын тірі жанға айтпауға бекінді. Үн-түнсіз келіп, қалып кеткен түсінде немересін алып келіп, Қожабекті Құдай жылатты деп жұрттың тілін желбезегінен тізген балықтай бір сымға шаншып, бүкіл елді айран асыр қылатын сол сәтті арман етті. Келесі күні зират басында жұрттың әңгімесі тек Қожабек болды. Япыр-ай десті олар. Кесек қалап жатқан Қожекеңе ту сыртынан қарап. Сүйегі асыл ғой шіркін. Адам болмай қалама деп қорқып едік. Сынбаған екен. Қайратын айтсайшы. Таңертеңнен әлі тізе бүккен жоқ. Қайтсын, Құдай басқа салғасын десті біреулер амалсыздыққа жорып. Қожекеңнің қабағы күндегіден ашық еді. Амандасқан елдің бәрінен үй ішінің ауыл аймағының амандығын сұрады. Жұрттың отырып демалыңыз дегеніне құлақты асқан жоқ. Цементтің қатып бара жатқанын көріп су құйғызды. Жоғарда кірпіш қадап жатқан Жараспайға кесектерді байқап қалай айналайын, мінекей бұлай лайыңды молырақ сал деп кеңес берді. Қожекеңнің көңіліндегі өзгерісті Жараспайдан басқа тірі жан білмеді. Баяғы бір еңкеймес іркілігіне, мықтылығына жорды. Қожекең кешке үйге келісімен тағы да Жараспайды сыртқа шығарып алып кешегі мәселені ақылдасумен болды. Қырқын беріп, бата оқыр ағайынның аяғы саябырлағансын жүріп кетемін деді. Барар жерін шамалағандай алысқа қарап. Денсаулық төмендеп барады, жүрек шаншиды. Дәрігер баланада больницаға жату керек деген еді. Алматыға көрінетін бөтендігі болмас. Жараспай біраз ойланып тұрып, мен онда Асылбекке хат жазып берейін деді. Түсінбей қалып жүрмесін. Сөйте ғой шығарағым. Үйге кірген соң Жараспай хат жазуға кірісті. Шай келіп дастархан жайылған кезде Қожекең хатты төрт бүктеп төс қалтасына салынды. Кішкентай немересі енді ешқайда қашып құтылмайтындай көрінді. 3 күннен кейін күмбез салынып бітті. Жұрттың бәрі оны бүкіл аудан көлеміндегі ең сәулетті күмбез болды деп шешті. Қожекең туғалы зират атауını жан түршігіп ұнатпайтын. Бірақ сәулетті күмбездің тек тіршілікте емес, өлімге де жарасатынына іштей қайран қалды. Тап енді мұның баласы өзге өліктерден мерей үстем боп ұялмай жататын секілді. Өлім де бәрін теңестіреді. Қайдан теңестірсін? Зираттағы адамдардың өзі әртүрлі.
Анау шеттегі баяғы аштықта жылма-бұлма жабылған қабірлер жермен жексен болып, астында кім жатқаны беймәлім, болар болмас төмпешікке айналған. Иә, қайдан теңестірсін, өліктер де өздерінше бақытты, бақытсыз болып бөлінетін болғаны да. Болаттың қырқы берілді. Қожекеңнің көңілін көтеріп, күні-түні қасында отыратын ет жақын ағайындар да өз қамдары мен шаруаларын күйттеп кетті. Қашанғы отырсын, тірі адамның тіршілігі көз жұмбай бітпейді екен. Қожекең де қыз қамын ойластыра бастады. Совхоз директорының орынбасарына кіріп, азғантай көмір түсіртіп алды. Екінші ферманың меңгерушісі өз келіп, азғантай малдарын қыста қарап қалмасын, Қарсақбайға айтып бір машина шөп түсіріп берейін. Биыл шөп аз, ешкімге рұқсат бермей жатыр. Қиын деп жасайтын жақсылығының салмағын ауырлатып кетті. Қожекең енді әрі кешуге болмайды деген оймен кешке кемпірмен ақылдасты. Баланың көктас келетін түрі жоқ деді Қожекең шай үстінде. Тышқанбай бір жаққа кетіп қалды ма, әлде басқа бір қиындықтары бар ма? Соған өзім барғым келіп отыр. Кемпір түсінбей шалына бұрыла қарап, ақ құманды көтерген қалпы тұрып қалды. Өзім бармасам қайдан бітсін деді Қожекең. Көк жұрт сорамалмен білегінің терін сүртіп. Үйбай-ау, сен не бітіре аласың? Қаңғып қаларсың айдалада. Неге қаңғимын? Тышқанбайдікіне телеграм жібереміз. Қарсы алатын шығар. Құдай не дейді? Қожекең кемпіріне не деп түсіндірерін білмей, желпіні бұзақ отырды. Бір заманда жа болар деп кесесін төңкерді. Сосын қалтасынан шыны шақшасын алып насыбайын атты. Қалған насыбайдың мөлшерін білгісі келіп, шақшаның аузын сығырая қарап кішкене отырды да, кенет аузына су толтырып алғандай сөйлей алмады. Деді ымдап кемпіріне. Кемпір онысын бірден түсініп, аяқ жақтан түкіршігін алып берді. Қожекең түкіршікті алып шегініп отырды. Оның бір себебі болып тұр деді ақырын ғана. Кемпірі жақсырақ есту үшін кимешегін ысырып құлағын ашты. Болатжаннан бала қалған екен. Кемпірінде үн жоқ. Оны жараспай айтты. Кемпірі салдырлатып, шыны аяқтарды жуа бастады. Әдірсінде алдым. Алматыда көрінеді. Қожекең мына сөздің неге әсер етпегеніне түсінбей, басын көтергенде селкілдеп жылап отырған кемпірін көрді. Тәуекел, барып көрем. Жасаған деп сыбырлады кемпірі, жасқа тұншығып. Жасаған жаппар ием. Жараспай өздерімен бірге оқыған жолдасына хат жазып берді. Сол көмектеседі деп отыр. Кемпірі одан ары тыңдауға шамасы жетпей, қолындағы кесесін салдыр еткізіп тастап жіберіп, қалтасынан көлдей ақ ораманы алып, көзін басты да, сол күйі дауыс қылып қоя берді. Жасаған-ай, жалғызымды алдың деп тілім тиіп кетіп еді. Енді жылата көрме жасаған, құдіреті күшті жаратқан, тілегімді бере көр, өшкенімді жандыра көр, мейіріміңді бере көр Алла тағала. Қожекеңнің қой деуге шамасы келмеді. Кемпірінің жалбарынған тілегін іштей өзі де қайталап, бетіне сорғалаған жасты саусағымен қағып отырды. Шүйкеде кемпірінің қара тасты жібітердей зарлы үні қабырғасын қайыстырды. Жаман ырым қылма кемпірім-ау деді, өзіне де бейтаныс, мейірбан жұмсақ үнмен. Мені қажытпашы жарқыным, Құдайдан тілек етейік. Жасаймын десе жақсылығы аз ба? Төсекте жатқаннан кейін екеуі жаратушы Құдайға бүкіл әулие әмбелерге жалынып жалбарынумен болды. Келесі күні Қожекең жиналысқа жүргелі жатқан парторгтың машинасымен ауданға жүріп кетті. Алматыға барып емделіп келем, жүрек шыдатпай барады деп түсіндірді сұраған жұрттың бәріне. Парторг совхозға жақында келген жас жігіт еді. Мың жасағыр жақсы бала екен. Қожекеңді аэропортқа дейін апарып, билетін алып беріп, оған қоса Тышқанбайдың адресіне телеграм салмақ болып, уәде беріп қалды. Қожекең Алматының аэропортынан түн ортасында келіп түсті. Самаладай жарқыраған электр шамдарына қаздай тізілген, шамадан тыс үлкен самолеттерге таңырқай қараған күйі, япырай, Тышқанбай түскір келмей қалса қайттым деп іштей қобалжып келе жатты. Кірер есікте жұрт у-шу болып құшақтасып, 40 жылдан бері көріспегендей бір-бірінің беттерінен сүйіп, мәре-сәре болуда. Қожекең жан-жағына алақтап, үрей мен дағдарыстың ортасында әрі-сәрі тұрып қалған. Осы кезде Қожеке ассалаумағалейкум деген дауыс естіп, қуанғанынан не істерін білмей қалбалақтап қалды. Тышқанбай келе чемоданға жармасып, мен сізді ана жүк беріп жатқан жерден іздеп жүрсем деп құрақ ұшып жүр. Әлікім салам деді әлден соң Қожекең есін жиып. Тышқанбай да баяғы бала кезіндегі қаңғалақ мінезінен өзгермеген екен. Самолеттен қашан түстіңіз дейді апалақтап. Айтпақшы осы екен ғой, тәйірі. Менде не ес бар деп
Көңілдей өзінен өзі мәз болды. О, құдаудан да аумаған әкесі, деді Қожекең күбірлеп. Марқұм үнемі үстіп дабырлап жүруші еді. Кенет Тышқанбай есіне әлдене түскендей тұнжырай қалды. Ойбай-ау, Қожеке, ғапу етіңіз, ес шығып, Болаттың қазасы қайырлы болсын, апырай. Қожекең не айтқаны белгісіз аузын жыбырлатты. Апырай, жөндеп те ести алмадық, неден болды? Ауырып қайтты ғой, не ауру? Білмеймін, шырағым. Әйтеуір бір төтеден келіккен кесел болды. Рак деме? Тышқанбай өз-өзінен үрейленіп, 40-қа жетпеген жап-жас жігіттің қалайша рак болатынына түсінбей, әлде бір жоғары жаққа арыз етуге болатындай-ақ, мұның ешқандай ақылға да, заңға да сыймайтынын дәлелдеп тұрып қалды. Үй ішің аман ба, шырағым, деді Қожекең, бір түрлі қамыққан үнмен. Аман деп асып састы Тышқанбай. Көше жақ бетте машинада күтіп тұр екен. Бұлар көп ұзамай екі бетін ағаш көгерген оқтай түзу там көшелерімен жүріп Тышқанбайдың үйіне жетті. Бәленбай қабат зәулім үйді көргенде Қожекең алғашқында құдай-ау, осынша үлкен үйді не істейді деп шошып кеткен. Сөйтсе үйі соның екі-ақ бөлмесі екен. Ағаш шкафтар мен столдар, диван, сосын тек кітап жинай беріпті. Орыс екені, қазақ екені белгісіз. Ерекше шалбар киіп алған әп-әдемі талдырмаш келіншек шүлдір-шүлдір етеді. Дәмін жасап, арақ шарабына дейін самсатып, стол үстін әзірлеп қойыпты. Тышқанбайдың ақылы болар, бір рет амандасып кетіп қалғаннан кейін қайтып келіп, ата, сізге көңіл айтамын, балаңыздың өліміне біз де уайымдаймыз, деді біртүрлі жаттықпаған тілмен. Рахмет, шырағым, деді Қожекең кәдімгідей риза болып. Құдайдың бұйырғаны шығар. Шығарға жан бөлек болған соң амал жоқ, қайтейік. Қожекең жұмсақ диванға отырғанда өзінің әбден шаршағанын бірақ сезді. Жастыққа жантайып, ұйыған белін жазып жан шақырды. Аздан кейін дем алып, киімін жұқартып, жуынып, шайынып алды. Содан кейін барлығы столға отырды. Мына келін балаңыздың аты Гуля, туист Гүлсім, деді Тышқанбай, зат көрсеткендей әйелін саусағымен нұсқап. Ана бөлмеде кішкентайымыз ұйықтап жатыр. Оның аты Абылай. Бәрі де қайырлы болсын, қарақтарым. Бақытты болыңдар. Етке бір-екі қол салғаннан кейін-ақ Тышқанбай бөтелкелердің біріне жармасты. Айналайын, мен ішпемін ғой, қайтесің соны, деді Қожекең. Тышқанбай оған көңіл аудармай, әлденеге асып-сасып бөтелкенің тығынын тартып қалғанда, қаңылтыр тығып қолын кесіп кетті. Ойбай, Гуля, Марля, деді саусағын ұстай алып. Қожекең Тышқанбайдың жаңғалақтығына қарап, оның әкесіне есіне алып отыр. Жарықтық ұшып қонып көрінген жерде кезіп шығарып алла жаздап жайдақ шанадан аударылып, 100 қадам сау жүргенде ортасында жалғыз өз аттан құлап, ыңғай бірдеңеге ұрынып жүретін. Бірақ кісіге арамдығы жоқ-ақ көңіл еді. Тышқанбай саусағын дәкемен байлап алғаннан кейін рөмкелерге арақ құйды. Құйып жатып, сіз енді ішпей-ақ қойыңыз, бірақ құюлы тұра берсін. Ішпей-ақ қойыңыз, бірақ құюлы тұрсын, дей берді сөзім мың қайталап. Әйелі бірдеңе деп орысшалайды, ішпе деп жатқаны болар. Тышқанбай қипақтап, ішпейтін адамдарды рюмкесін сырып қойды. Қожекең ет жеп болып қағазға қолын сүртті. Осы кезде Гүлсім сорпа әкелуге ас үйге шығып кеткен. Тышқанбай жалма-жан рөмкесіне қолын алып, ал Қожеке, сіздің аман-есен келгеніңіз деп, сөзінің аяғын айтуға үлгере алмай қағып салды. Әйел қайтып келгенде бір түрлі жылайтын адамдай тыжырынып, Қожекеңе қарап, ал енді сонда дей берді, не айтып тұрғанын өзі де түсінбей. Әйелі бос рюмканы көрді де, Тышқанбайға көзінің астымен бір қарап, үндемей отыра берді. Дәмнен кейін Тышқанбай өзінің бір айлық командировкада болғанын, көк тасты келе салысымен заказ беріп, осы жуырдағаны салып жібергенін, ендігі жетіп қалғанын, ал енді Қожекеңді кез келген дәрігерге көрсетіп алуға құдіретінің жетіп жатқанын айтты. Гүлсім ыдыс аяқ жууға ас үйге кетті. Менің келген шаруам одан бөлек, деді Қожекең осы кезде. Иә, деді Тышқанбай, есігенше шыдамай. Менің шаруам бөлек, деді тағы да Қожекең күрсініп. Өлер бала өлді. Құдайдың жазғанына не істейміз? Бәріне де жанға батқаны бір немере сүйдірмей кеткені. Той жабдығына кірісіп жатқан кезіміз еді ғой. Сөйтіп тірліктен түңіліп отырғанда бір хабар естідік. Иә, деді Тышқанбай, Қожекеңнің аузына кіріп кетердей ентелеп. Оны Болаттың бірге оқыған жолдасы Жарасбай айтты. Әдейі келіп тамын сылап кеткен болатын. Болаттың осында баласы бар көрінеді. Соны іздеп келдім. Мынау, Қожекең төс қалтасынан Жарасбай берген адресті алды. Осындағы бір жолдастың адресі. Сол білетін көрінеді. Тышқанбай адресті оқып шықты да, микрорайонда тұрады екен ғой, деді. Беймәлім бір жақты басымен нұсқап.
Оның қай жақ? Қаланың шет жағы, табамыз ғой. Мына қызмет телефонында бар. Мен таңертең орнынан звондармын. Қайда істейді екен? Жадымнан шығыңқырап кетіпті. Институтта мұғалім деді ме? Әйтеуір оқитын жақтың төңірегі болар. Сонда қалай? Болат осында үйленген бе екен? Айналайына, ол жағында менің шаруам қанша? Маған кімнен туса одан тусын. Болаттың белінен қалған бала керек. Мен қазір 70-тің екеуінде тұрмын шырағым. Ертең кемпір екеуміз өлгенде шаңырағым бос қалама деп қорқамын ғой. Қожекең әлде қалай босап, орамалын алып көзін сүртті. Қойыңыз Қожеке, болмайды деді Тышқанбай. Адамның өзі көнбесе өлмей қоюға болатындай. Неге өлесіз? Болмайды оныңыз. Шайтан емеспін ғой енді. Бұйрықтан қашып қайда барамын? Ол дұрыс емес деді Тышқанбай тағы келіспей. Қожекең отырған диванға төсек салынды. Тышқанбай Қожекеңнің өлгеніне келіспеген күйі ұйықтайтын бөлмесіне кетті. Қожекең таңертең дабырлаған дауыстан оянып кетті. Бала бақшаға бармаймын деп қиғылы салып жатқан кішкентай Абылай екен. Тышқанбай әйелі екеуі жалынып жалпайып, ойыншық сатып алып беремін болып келісіп, әрең дегенде алып кетті. Қожекеңе бейтаныс кішкентай немере де осындай ерке үй ішіне өзінің құртақандай алақанын ұстайтын сүйкімді тентек болып елестеді. Көп ұзамай Гүлсім қайтып оралды. Төсек орынды жинап Қожекеңе шай беріп, түсте тағы келетінін айтып жұмысына кетті. Қожекең енді Тышқанбайдың келуін асыға күтті. Не хабар әкелер екен? Әлгі Асылбегі бір жаққа кетіп қалмаса жарар еді деген ой мазасын алды. Түскі шайдан кейін үйде тағы жалғыз қалған Қожекеңнің көзін ілдіргісі келіп диванға қисайды. Бірақ көзі ілінбеді. Әрі-бері аунақшып жатты да орнынан тұрды. Галошын киіп, есікті ашып коридорға шықты да басқышпен жайлап төмен түсті. Аула толған бала, у-шу. Кеш түсе алдымен кішкентай Абылайды ертіп Гүлсім, одан кейін Тышқанбай келді. Қасында көз ілдірікті бір жігіт бар. Ассалаумағалейкум деп амандасты көз ілдірікті жігіт. Әлікім салам Қожекең, бұл қай бала дегендей Тышқанбайға қарады. Асылбек деген жігітіңіз осы деді ол галстугын ағытып жатып. Айналайын, амансыңдар ма? Жөн білетін бала екен, алдымен көңіл айтты. Қожекең өзінің әдетімен не айтқанын белгісіз аузын жыбырлатты. Асылбек Болаттың неден қайтыс болғанын, қанша ауырғанын сұрады. Өзінің хабарсыз қалғанын естіген болса, барып келетінін айтты. Шай ішіліп, Гүлсім баланы ұйықтатуға төргі бөлмеге кетті. Осы кезде Қожекең Асылбекке Жарасбайдың хатын берді. Асылбек хатты үнсіз оқып шықты да ойланып отырды. Немене шырағым деді Қожекең, әлденеге күдіктеніп. Не бекер ме? Баланың қалғаны деп асықты Тышқанбай. Жоқ, баланың бәрі рас деді Асылбек көз ілдірігін қозғап. Тек екеуі не дейді деді Қожекең шошып кетті. Қанша деді Тышқанбай ентелеп. Асылбек күліп жіберді. Екеуі де осында ма деймін? Қыздарды айтамын да, ақсақал кешірер. Жас кезде жігітшілікте кімде болмайды. Болат сұлу жігіт еді. Қыздар соңынан еріп жүретін. Солардан бала бар деп естігем. Дәлдеп айта алмаймын, шырағым-ай. 10 бала қалса да көпсінен деп отырғаным жоқ деп Қожекең алғашқы күдіктен кейінгі түсін жылып. Әлде бір шаруаға алданып сөзі шала естіген Тышқанбай даурығып, немене 10 болды ма деп киіп кетті. Түу, мынаның жаңылғанын-ай деп іштей Қожекең еріксіз жымиып. Жоға деді Асылбек күліп. Ал енді қарғам, сөзің тоқ етері, мен қалайда жүздестір деді Қожекең қалтасынан шақшасын алып жатып. Жарайды, ертең хабарласайын. Біреуі ресторанда істеуші еді. Болса өзім келіп сіз алып кетермін. Сүйте ғой айналайын. Келесі күні Асланбек түс кезінде келді. Аға, кейініңіз деді ол келе салып. Тезірек барайық, кім біледі, бір жаққа кетіп қала ма? Қожекеңнің жүрегі дүрсілдеп кетті. Ұшып тұрып киіне бастады. Сыртта машина күтіп тұр екен. Алла, жақсылығыңды бере көр деп сыйынды отырып жатып. Машина жоғарыдан төмен шынылап тасталған үлкен ресторанның алдына қазір де әкеп тастады. Асылбек Қожекеңді 3-ші қабаттағы оңаша бөлмеге ертіп кіргізді. Қазір келеді деді Асылбек столға отырғаннан кейін. Осы жерден тамақ ішейік. Тамақ үстінде әңгімелесе береміз ғой. Алдына аппақ алжапқыш байлаған, шашын қарқарадай қоқитқан жап-жас орыс қызы келді. Асылбек стол үстінде жатқан 2 бет қағазды алып тамаққа заказ бере бастады. Даяшы қыз айтқанның бәрін қағазға жазып алып кетіп қалды. Осы ғой деді Асылбек қыз кеткен жақты иегімен нұсқап. Қожеке түсінбей Асылбектің бетіне қарады. Аты